Кеше біз қандай тақырып өттік? Қысқарған сөздер. Тамаша, қысқарған сөздер. Енді екеуміз қазір домино ойын ойнаймыз. Мен толық сөздерді шығарам, сен қысқарған түрін қолындағы карточкамен көрсетесің. Келістік қой, иә? Мысалы, міне, Қазақстан Республикасы қысқарған сөз ретінде қ-р болады. Тамаша. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Мәміз. Тамаша. Біріккен ұлттар ұйымы. Тамаша. Жеке сәйкестендіру номері. Тамаша. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Тамаша. Төтенше жағдай. Керемет. Жоғарғы оқу орны. Молодец. Әкеліңіз. Ислам көңіл күйің қалай? Жақсы ма бәрі? Молодец. Ислам, бүгін біздің жаңа тақырыбымыз түбірлес сөз дейді. Жарай ма? Бір түбірден әртүрлі жұрнақтар арқылы туынды сөздер жасала береді. Ондай бір түбірден туған сөздерді түбірлес сөз деп аталады. Мысалы, білім, білгіш, білгір, білімді, білімпаз деген сияқты. Мысалы, білім сөзінің түбірі қандай? Біл, иә? Білгіш сөзінің түбірі қандай? Біл. Тамаша. Енді онда біз қазір бүгінгі күннің ретін жазамыз. Жазауға. Бүгін қарашаның нешесі? Жазауға. Тапсырманы орындаймыз дәптерге. Қара, берілген жұрнақтар арқылы түбірлес сөздер жасап жаз дейді. Мысалы, білгіш, иә? Білгір. Тамаша. Мынау қалай болады? Тазалық. Тамаша. Тазалық. Тамаша. Су. Тамаша. Лық. Тамаша. Енді осыны дәптерге көшіріп жазамыз. Еңбек және білім. Ал қандай сөйлемдік? Ислам, бүгінгі тақырып саған түсінікті болды ма? Иә. Жақсы. Саған қызықты болды ғой, иә? Иә. Жақсы. Онда Ислам, үйге берген тапсырманы орындаймыз. Сау бола ғой, бүгінгі сабақ аяқталды.